Барлықтарыңызға сәлем достар. Осындай тефтели қосылған дәмді және өте оңай сорпа дайындайтын боламыз. Ең бірінші бізге қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Осы қызып тұрған майдың үстіне теркадан өткізген сәбізімізді салып, қуырып аламыз. Теркадан өткізсеңіздер де болады, былай турасаңыздар да болады. Осылай кішкене қуырып аламыз. Содан кейін осының үстіне жарты пиязымызды салып, екеуін бірге қуырамыз. Суымызды құйып, қайнатып, баяу отта қойып қоямыз. Оған дейін біз тефтелиімізді дайындайтын боламыз. Бізге тартылған етімізге бір жұмыртқамызды салып, жарты пиязымызды салып, және де күрішімізді салып, дәміне қарай тұзды қосып, осыны барлығын қолымызбен араластырамыз. Барлығы бірдей араласу керек. Осылай араластырамыз. Одан кейін осы массамызды ұрғылаймыз, себебі бұл процесс өте маңызды. Сорпамызға қазір тефтелиімізді салған кезде тефтелиларымыз бір-бірінен ажырап кетпес үшін осы процесс өте маңызды, ұмытпаймыз. Осылай ұрғылаймыз. Одан кейін дайын бол. Етімізді осылай бір кесеге су құйып аламыз, домалақтап бастаймыз. Барлығын біркелкі етіп домалақтайсыздар. Қаласаңыздар үлкен қып, орташа қып, кішкентай қып домалақтасаңыздар да болады. Барлығын осылай домалақтап шығамыз. Достар, барлығын осылай домалақтап болғаннан кейін бір шетке алып қоямыз. Оған дейін сорпамызды көреміз. Сорпамыз қайнап, осылай дәміне қарай тұзды қосамыз. Баяу отта қайнатып қойдық. Одан кейін осылай үлкендеу қып туралған картошкамызды саламыз. Картошкамыз пісейін деп қалған кезде осы жаңағы тефтелиларымызды саламыз. Барлығын шетінен салып шығамыз. Қарасаңыздар, өте әдемі, керемет түсі әдемі сорпа. Тефтелиімізді салғаннан кейін қазанымыздың қақпағын жауып, жарты сағат пісіреміз. Достар, мен бұл сорпаға кеспенің ең кішкентайын салдым. Қаласаңыздар, салмасаңыздар да болады. Өте дәмді ас жасап көрсеңіз де болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.